Мінекей Ерболдың оқырмандары, біз автобустық жолақпен кетіп бара жатырмыз. Бұл жерде бір айтатын нәрсе бар, міне. Қазір жақыннан көретін боласыздар. Міне автобустық жолақ салынып тұр, және таңғы сағат 6:30, кешкі сағат 8-ге дейін жүруге болмайды делінген. Бірақ енді қазір кешкі сағат 17:00 болды. Әзірде негізі жүруге болмайды. Бірақ оның үстінде видеода көрсетіп өткендей балған сурет салынған. Ол деген жұмыс күндері жүруге болмайды деген. Бүгін бізде жексенбі, яғни воскресенье күні біздің оқушымыз Мадина ханым жүре береді екен. Өйткені жексенбі күні автобустық жолақпен Абылайхан көшесінде жүруге болады. Бірақ бұл тек қана Абылайхан көшесіне ғана қатысты, және де Астананың басқа автобустық жолағы бар көшелеріне қатысы жоқ екен. Ақырын жетіп тоқтаймыз автобустың артынан. Егер де сол жақта үлкен ағым келе жатса, күте тұрасыз осылай. Сәл жақындаңыз автобусқа. Тағы да жақындаймыз. Жақындаймыз. Қазір ол кетеді өз остановкасына. Сосын біз жүреміз. Болды, жүре беріңіз, кеттік.